Ақтауда өткен түркі әлемінің мәдени астанасы халықаралық фестивалінде 2024 жылдың 1 наурызында құралған көпұлтты бірлік ән-би ансамблі көрермен назарына ұлттық нақыштағы қара жорға биін ұсынып, ыстық ықылас пен зор қошеметке бөленді. Ансамбльмен қатар тағы 8 шығармашылық ұжым сахна төріне шығып, түркі халықтарының рухы мен дәстүрін паш етті. Түрксой бас хатшысы Сұлтан Раев бұл фестивальді мәдени тәжірибе мен шабыт алмасудың бірегей алаңы деп атап өтті. Құрамында 20 үздік биші мен музыкант бар. Бірлік ансамблі әлем халықтарының мәдени мұрасын сақтау мен насихаттауды мақсат еткен ұжым. Олар дәстүрлі музыка мен биді кеңінен таныту жолында шетелдік хореографтармен де тығыз ынтымақтастықта жұмыс істеп келеді. Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында ел болып оқимыз жобасы аясында Ұлы Отан соғысының қаһарманы, аты аңызға айналған қолбасшы Бауыржан Момышұлының 115 жылдығына орай Менделеев атындағы Ресей халықтық техникалық университет филиалының мәжіліс залында Бауыржан тану ғылыми зерттеу орталығының аға ғылыми қызметкері Әлімбай Аманбайұлы Найзабековпен кездесу өтті. Кездесу барысында Әлімбай Аманбайұлы орталықтың құрылу тарихы, мақсаты мен бүгінгі жұмыс туралы айтып, батырдың өмір жолы мен шығармашылығына тоқталды. Сондай-ақ ол Бауыржан Момышұлының ерлікке толы тағдырын жастарға үлгі етіп, патриоттық рухты оятуға баса мән берді. Іс-шара аясында кітапхана қызметкерлері дайындаған Тау тұлға, Дара тұлға, Бауыржан атты тұрақты кітап көрмесіне шолу жасалды. Алматы қаласында өткен наурыз көктем мейрамы республикалық шығармашылық жарысында Жамбыл ауданы Ащыбұлақ ауылының самға спорт және өнер орталығының 16 тәрбиеленушісі сурет номинациясы бойынша қатысып, тамаша нәтижелерге қол жеткізді. Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында Тараз қаласының мемлекеттік мұрағаты коммуналдық мемлекеттік мекемесі директоры Нұрхат Серікбаев, Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз университетінің тарих кафедрасының аға оқытушылары Айда Алдибаева мен Нұржан Ибраимов және университет білімгерлері қатысуымен жамбылдықтар Ұлы Отан соғысы майданында тақырыбында деректеме сағат өтті. Қонақтар бұл тақырыптың әлі де терең зерттеуді қажет ететін, ашылмаған деректердің көп екенін атап өтті. Іс-шара барысында білімгерлер Жамбыл жеріне майданға аттанған ерлердің ерлігі жайлы баяндама жасап, өз ой пікірлерін ортаға салды.